Қыркүйек айына жалпы жұлдыз жорамал. Құрметті достар, жаңа айларыңыз құтты болсын. Қыркүйек жылдың алтын мезгілі басталатын ерекше уақыт. Бұл айда табиғат та өзгереді, адамдардың ішкі дүниесінде де жаңа серпіліс пайда болады. Тамыздағы асығыстық пен эмоциялар артта қалып, қыркүйекте байыптылық, салмақтылық және маңызды шешімдер қабылдау кезеңі басталады. Бұл айда әр адам өз өміріне жаңашылдық енгізуге, армандарын реттеуге және болашаққа нық қадам жасауға мүмкіндік алады. Қыркүйек айы білім, еңбек және табыс уақыты. Көптеген адамдар жаңа жоспар құрып, кәсіби жолында үлкен жетістіктерге жетуге талпынады. Жаңа оқу жылы басталып, жастарға да, ересектерге де жаңа мүмкіндіктер есігін ашады. Бұл айда сіздің ойыңыз анық, қадамыңыз сенімді болады. Көптен бері кейінге қалдырып жүрген істерді бастауға өте қолайлы кезең. Махаббатта да қыркүйек ерекше жылулық сыйлайды. Жаңа таныстықтар, ескі қарым-қатынасты нығайту, жүректің шынайы қалауын табу бәрі де мүмкін. Бұл айда жұлдыздар адамдарға үйлесім мен түсіністік тілейді. Қаржы мен жұмыс саласында тұрақтылық орнайды. Жұлдыздар сізге табысқа жетудің жаңа жолдарын көрсетіп, өз еңбегіңіздің жемісін көруге мүмкіндік береді. Қыркүйек айында адал еңбек, шыдамдылық пен сенім әр адамның ең үлкен серігі болады. Денсаулық тұрғысынан да ай пайдалы. Дұрыс демалыс, серуен, табиғатпен етене араласу сіздің күш-қуатыңызды арттырады. Өзіңізге уақыт бөлу, дене мен жан саулығын сақтау өте маңызды. Бұл айдың басты ұраны жаңару мен жаңа бастамалар. Сіз өзіңізді қайта танып, ішкі күшіңізді ашып, өміріңізді жақсы арнаға бұра аласыз. Әр жұлдыз белгісі үшін қыркүйек өз сыйын әкелмек, біреулер үшін махаббатта бақыт, біреулер үшін жұмыста табыс, енді біреулер үшін армандарға жақындау мүмкіндігі. Сондықтан қымбатты көрермендер, қыркүйек айының жұлдыз жорамалын бірге тамашалап, өз тағдырыңызға арналған маңызды белгілерді бірге ашайық. Лайк басуды, комментарий қалдыруды, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Тоқты. Құрметті тоқтылар, қыркүйек айы сіз үшін ерекше серпіліс пен жаңа мүмкіндіктердің уақыты болғалы тұр. Жаздың ыстық эмоциялары артта қалып, сізді салқын әрі айқын ойлар, нақты қадамдар кезеңі күтуде. Бұл айда өміріңізге жаңашылдық енгізіп, алға қойған мақсаттарыңызды жүзеге асыруға нақты қадам жасайсыз. Жұмыс пен қаржы. Қыркүйекте сіздің еңбекқорлығыңыз бен табандылығыңыз жемісін береді. Көптен бері ойлап жүрген жоспарларыңызға қол жеткізуге толық мүмкіндік бар. Әсіресе айдың ортасынан бастап жаңа ұсыныстар, пайдалы серіктестіктер мен табысты келісімдер күтіп тұр. Егер бұрыннан жұмыс орныңызда өз орныңызды дәлелдей алмай жүрсеңіз, бұл ай сізге өз қабілетіңізді толық ашуға мүмкіндік береді. Қаржы саласында да тұрақтылық орнайды, тіпті қосымша табыс көздері пайда болуы ықтимал. Махаббат пен қарым-қатынас. Жұлдыздар қыркүйекте жүрегіңізді жылулық пен сезімге толтыруға уәде береді. Отбасылы тоқтылар үшін қарым-қатынасты нығайтып, бір-бірін қайта жаңаша қырынан танитын кезең. Ал жалғыз жүргендер үшін жаңа таныстықта тіпті тағдырлы кездесу күтіп тұр. Бұл айда сіздің тартымдылығыңыз артып, айналаңыздағы адамдар сізге көбірек назар аударады. Денсаулық. Қыркүйекте тоқтылардың энергиясы жоғары болады. Дегенмен күш-қуатты дұрыс пайдалану қажет. Демалысты ұмытпай, денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Табиғат аясында серуендеу, спортпен шұғылдану сізге ерекше сергектік сыйлайды. Қорытынды. Қыркүйек айы тоқтыларға жаңа белестерді бағындыруға, жүрегін тыңдауға және армандарына жақындауға мүмкіндік береді. Бұл айда сізді тек жақсы жаңалықтар, жағымды өзгерістер мен мол табыс күтіп тұр. Ең бастысы, сенімділік пен позитивті көңіл күйді сақтаңыз. Торпақ. Құрметті торпақтар, қыркүйек айы сіздер үшін тыныштық, тұрақтылық пен іштей үйлесімнің кезеңі болмақ. Жаздың қарбаласынан кейін бұл ай сізге өз-өзіңізді қайта табуға, жүрегіңізді тыныштандыруға және алдағы уақытқа нақты жоспар құруға мүмкіндік береді. Жұмыс пен қаржы. Қыркүйекте торпақтардың еңбегі босқа кетпейді. Сіз көптен бері жасаған жұмысыңыздың нәтижесін көресіз. Әсіресе айдың басынан ақ жаңа мүмкіндіктер ашылып, материалдық жағдайыңыз тұрақтана бастайды. Жұлдыздар сізге өз күшіңізге сенуге кеңес береді.
Қажырлы еңбектің арқасында қосымша табыс табу мүмкіндігі бар. Кәсіппен айналысатын торпақтарға жаңа серіктестіктер мен пайдалы келісімдер келеді. Махаббат пен қарым-қатынас. Қыркүйекте жүрегіңіз жылылыққа толы болады. Отбасылы торпақтар үшін бұл ай қарым-қатынасты жақсарту, сыйластықты арттыру кезеңі. Ал жалғыз жүргендер үшін күтпеген кездесу орын алып, өмірін өзгертуі мүмкін. Сіздің мейірімділігіңіз бен сенімділігіңіз көптің жүрегін жаулап алады. Денсаулық. Бұл айда денсаулығыңыз жақсы болады. Дегенмен дұрыс тамақтану мен ұйқы режимін сақтау маңызды. Табиғатта көбірек уақыт өткізіңіз, себебі сізге дәл қазір жан тыныштығы ауадай қажет. Қорытынды. Қыркүйек айы торпақтарға өмірдің барлық саласында тұрақтылық пен жайлылық сыйлайды. Армандарыңызға біртіндеп жақындап келе жатқаныңызды сезесіз. Ең бастысы, өзіңізге сеніп кішкентай қадамдар жасаудан қорықпаңыз. Егіздер. Құрметті егіздер. Қыркүйек айы сіз үшін ерекше серпіліс, жаңа бастамалар мен шабытқа толы кезең болмақ. Бұл ай сізді жаңалықтарға, шығармашылыққа, білім алуға және қарым-қатынасты кеңейтуге жетелейді. Жұмыс пен қаржы. Айдың басында жаңа идеялар ойыңызға келе бастайды. Егіздердің бойында ерекше энергия пайда болады. Сіз бар нәрсені басқаша көруге, жаңа шешім табуға қабілетті боласыз. Қызметте күтпеген ұсыныс алуыңыз мүмкін, ал кейбір егіздер үшін жаңа жобалар мен іскерлік серіктестіктер ашылады. Қаржы мәселесінде абай болыңыз, үлкен тәуекелдерге бармай, нақты жоспар жасағаныңыз жөн. Махаббат пен қарым-қатынас. Махаббатты қыркүйек айы егіздерге романтикалық сәттер сыйлайды. Отбасылы егіздер үшін қарым-қатынаста түсіністік пен бір-бірін қолдау маңызды рөл атқарады. Ал жүрегі бос егіздер күтпеген жерден ерекше адаммен танысуы мүмкін. Әлеуметтік желілерде немесе достардың бас қосуында жаңа махаббат басталуы ғажап емес. Денсаулық. Бұл айда көңіл күйіңіз көтеріңкі, бірақ ұйқы мен демалысқа жеткілікті уақыт бөлмесеңіз, шаршау сезілуі мүмкін. Спортпен айналысу немесе таза ауада серуендеу сізге күш-қуат береді. Қорытынды. Қыркүйек егіздер үшін дамудың, жаңа қадамдар жасаудың, арманға жақындаудың айы. Сіздің шексіз қиялыңыз бен ашық мінезіңіз көп есіктерді ашады. Шаян. Қымбатты шаяндар. Қыркүйек айы сіз үшін ерекше сезімдер мен үлкен өзгерістер айы болғалы тұр. Бұл кезеңде сіздің ішкі түйсігіңіз күшейіп, әрбір қабылдаған шешіміңіз жүрекке жақын болмақ. Сіз әрқашан жан дүниені бірінші орынға қоясыз, ал қыркүйек айында сол қасиетіңіз сізге үлкен пайда келеді. Жұмыс пен қаржы. Айдың алғашқы күндерінен бастап жұмыста жаңа мүмкіндіктер ашылады. Кейбір шаяндар үшін қызметтік өсу, жаңа жауапкершілік немесе табысты келісім шарттар күтіп тұр. Өз идеяларыңызды сенімді түрде айта білсеңіз, басшылық пен әріптестер сізді қолдайды. Қаржы жағынан тұрақтылық орнайды, тіпті қосымша табыс көзін табуыңыз мүмкін. Махаббат пен қарым-қатынас. Махаббат саласында ерекше жылық күтіп тұр. Отбасылы шаяндар өз жұбайымен түсіністікке, сыйластыққа толы күндерді бастан өткереді. Ал жалғыз жүргендер үшін тағдыр тосын сый дайындауы мүмкін, кездейсоқ таныстық жүрегіңізді жаулап алуы ықтимал. Бұл айда сіздің нәзік жан дүниеңізді бағалайтын адамдар көп болады. Денсаулық. Қыркүйек айы денсаулығыңызды күшейтуге қолайлы уақыт. Жаңа режимге көшу, дұрыс тамақтану, серуендеу сізді бұрынғыдан да сергек етеді. Шаяндарға эмоционалды тепе-теңдікті сақтау маңызды, сондықтан медитация немесе тыныштықта ойлану сізге жақсы әсер етеді. Қорытынды. Қыркүйек сіз үшін жүрекке жақын адамдармен байланыс нығайып, болашағыңыз айқындала түсетін ай. Әр шешіміңізде жүрегіңізді тыңдаңыз, сонда бәрі өз жолымен оң шешіледі. Арыстан. Құрметті арыстандар. Қыркүйек айы сіз үшін нағыз жарқырайтын кезең болмақ. Бұл айда сіздің энергияңыз ерекше артып, айналаңыздағы адамдар сіздің харизмаңызға, батылдығыңызға және табандылығыңызға таңғалады. Сіз қай жерде болсаңыз да басты назарда боласыз, өйткені жұлдыздар сіздің үстіңізге ерекше нұр төгуде. Жұмыс пен қаржы. Қыркүйекте кәсіби салада үлкен мүмкіндіктерге жол ашылады. Өзіңіздің көшбасшылық қабілетіңізді көрсетіп, жаңа жобаларда бастамашы боласыз. Бұл кезеңде сіздің пікіріңіз бен идеяларыңыз үлкен бағаланады.
Жұлдыздар арыстандарға жаңа табыс көзін ашуға да септігін тигізеді. Қаржы жағынан береке болады, алайда артық шығынға абай болғаныңыз дұрыс. Махаббат пен қарым-қатынас. Махаббат әлемінде арыстандар үшін романтика күшейеді. Отбасылы арыстандар жұбайымен бірге жаңа әсерлерге толы сәттерді бастан өткереді, ал жалғыз жүргендер үшін ерекше бір адам өміріне еніп, жүрегін жаулап алуы мүмкін. Бұл айда сезімдеріңізді ашық көрсетуден қорықпаңыз, адамдар сіздің шынайылығыңызға ғашық болады. Денсаулық. Энергияңыз мол болғанымен, өз күшіңізді дұрыс бағыттай білу маңызды. Қыркүйек айында спортпен шұғылдану, белсенді демалыс және дұрыс тамақтану сізді бұрынғыдан да қуатты етеді. Көп ойға берілмей, артық уайымнан арылыңыз, сіздің бойыңыздағы позитив барлығына жетіп тұрады. Қорытынды. Арыстандар үшін қыркүйек арманды жүзеге асыратын ай. Сіз өз қабілетіңізді дәлелдеп, айналаңызға шабыт сыйлайсыз. Жаңа бастамаларға батыл қадам жасап, өзіңізге сенімді болыңыз, сәттілік сіздің серігіңіз болады. Бикеш. Қымбатты бикештер. Қыркүйек сіздің айыңыз. Бұл кезеңде жұлдыздар сізге ерекше қолдау көрсетіп, жоспарларыңыздың рет-ретімен жүзеге асуына ықпал етеді. Сіздің дәлдігіңіз, ұқыптылығыңыз және еңбекқорлығыңыз ең жоғары деңгейде бағаланып, айналаңыздағы адамдарға сенімді серік боласыз. Жұмыс пен қаржы. Қыркүйек айында сіздің кәсіби салада дамуыңыз ерекше болады. Жоспарларыңызды нақтылап, ұсақ-түйекке дейін дұрыс ұйымдастыра аласыз. Әріптестеріңіз бен басшылық сіздің жауапкершілігіңізді байқап, жаңа жобаларда сізге сенім артады. Қаржылық тұрғыдан да тұрақтылық күтіп тұр, тіпті кейбір бикештерге қосымша табыс көзі пайда болуы ықтимал. Махаббат пен қарым-қатынас. Сезім әлемінде сабырлы да әдемі өзгерістер орын алады. Жұпта жүргендер бір-бірін бұрынғыдан да жақсы түсіне бастайды. Жалғыз жүрген бикештер үшін ерекше таныстықтар күтіп тұр, олар сіздің өміріңізді жаңа бояуларға бөлейді. Бұл айда жүрегіңізді ашық ұстаңыз, махаббат тосыннан келуі мүмкін. Денсаулық. Денсаулыққа келгенде жұлдыздар сізге өз режиміңізді дұрыс сақтауды ескертеді. Дұрыс тамақтану, таза ауада серуендеу және ұйқыны қадағалау сіздің күш-қуатыңызды арттырады. Психологиялық тұрғыда да өзіңізді қолдаңыз, позитив ойлау сізге нағыз шипа болмақ. Қорытынды. Қыркүйек бикештер үшін табыс пен үйлесім айы. Сіз көптен күткен мақсаттарыңызға жақындайсыз, өзіңізге сенім артып, жаңа мүмкіндіктерді пайдалануға тырысыңыз. Сізге сәттілік серік болады, әр қадамыңыз жақсылыққа жетелейді. Таразы. Құрметті таразылар, қыркүйек айы сіз үшін жаңа бастамалардың, үйлесімділіктің және тепе-теңдіктің кезеңі болмақ. Сіз әрқашан әділеттілік пен баланс іздейтін жансыз ғой, ал осы айда сол қасиеттеріңіз ерекше артықшылық береді. Өміріңіздің көптеген саласында теңгерім орнатып, жүрегіңізді тыныштық пен сенімділікке бөлуге мүмкіндік аласыз. Бұл айда сізді қарым-қатынас саласында үлкен жетістіктер күтіп тұр. Жақын адамдармен тіл табысу оңайырақ болып, өз ойыңызды еркін жеткізе аласыз. Егер жүрегіңіз бос болса, жаңа таныстықтар орын алып, жүрегіңізді жылытатын жан табуыңыз мүмкін. Ал отбасылы таразылардың қарым-қатынасы одан сайын нығайып, бір-біріне деген сенімі арта түседі. Жұмыс пен мансап тұрғысынан қыркүйек сізге мүмкіндіктер әкеледі. Әдеттегі ұқыптылығыңыз бен әділ көзқарасыңыздың арқасында басшылықтан сенімге ие болып, жаңа жобаларға тартыласыз. Кейбір таразылар үшін табыс көзі кеңейіп, қаржылық жағдай жақсарады. Тіпті шығармашылықпен айналысатындарыңыз жаңа шабыт тауып, армандарын жүзеге асыруға қадам жасайды. Денсаулыққа келсек, қыркүйек айы сізге тыныштық сыйлайды. Дене мен жанды қатар күтуге көңіл бөлген дұрыс. Спорт, серуен, йога немесе жай ғана табиғат аясында демалу сізді сергітіп күш-қуат береді. Айдың соңына қарай ішкі тепе-теңдікке қол жеткізіп, шын мәнінде мені бақытты қылатын нәрсе не деген сұраққа жауап табасыз. Жүрегіңіз қалаған жолға түсуге қорықпаңыз, себебі қыркүйек сізге жаңа мүмкіндіктерді ашып отыр. Сарышаян. Құрметті сарышаяндар, қыркүйек айы сіздер үшін ерекше бір белес болғалы тұр. Бұл айдың басты ерекшелігі сіздің ішкі күш-қуатыңыз артып, өмірге деген көзқарасыңыз жаңа бояуларға толады. Кейде сізді өзгелер түсінбей жатуы мүмкін, бірақ дәл осы айда сіздің айтқан сөзіңіз, жасаған әрекетіңіз көпшіліктің назарын өзіне тартады.
Сіз өзіңізді бұрынғыдан да сенімді ұстап, ойыңызды нақты жеткізе аласыз. Жеке өмір. Қыркүйек айында жүрегіңізге жақын адамдарға деген сезіміңіз артады. Отбасында түсіністік пен жылулық орнайды. Жақыныңызға көбірек көңіл бөліп, онымен сыр бөліссеңіз, арадағы байланыс бұрынғыдан да нығаяды. Ал жалғыз жүрген саршаяндар үшін айдың ортасы мен соңы тағдырлы кездесу әкелуі мүмкін. Бұл кездесу сіздің өміріңізді жаңа бағытқа бұруы ғажап емес. Жұмыс пен табыс. Жаңа жобаларға қатысуға, идеяларыңызды жүзеге асыруға таптырмас уақыт. Сіз бұрыннан ойлап жүрген жоспарды осы айда бастап кетсеңіз, нәтижесі сіз күткеннен де жоғары болады. Қаржылай табыс көзі де артады, күтпеген бонустар немесе сыйақылар түсуі мүмкін. Іскерлік кездесулерде сіздің сөзіңіз өтімді болып, адамдар сізді қолдауға дайын болады. Денсаулық пен энергия. Қыркүйекте энергияңыз тасып тұрады. Дегенмен дұрыс ұйықтап, дұрыс тамақтануды ұмытпағаныңыз жөн. Спортпен шұғылданып, таза ауада серуендеу сіздің көңіл күйіңізді көтеріп қана қоймай, жаңа шабыт береді. Қорытынды. Бұл ай сіз үшін табысты да мағыналы кезең болмақ. Өзіңізге сеніңіз, жүрегіңізді тыңдаңыз, сонда барлық нәрсе өз орнымен болады. Әлем сізге қолдау көрсетіп тұрғанын ұмытпаңыз. Мерген. Құрметті мергендер, қыркүйек айы сіздер үшін жаңа мүмкіндіктер мен қызықты оқиғаларға толы болмақ. Сіздер әдетте еркіндікті сүйетін, жаңа бағыттарға батыл қадам жасайтын жандарсыз. Ал дәл осы айда сіздің осы қасиеттеріңіз айқын көрініс табады. Әлем сізге жаңа есіктерді ашып, өзіңізді табуға мүмкіндік береді. Жеке өмір. Қыркүйекте сезімдеріңіз ерекше күшейіп, жақын адамдармен арақатынасыңыз жылынады. Сізді қолдайтын жанашыр достар мен жан серігіңіз әрқашан қасыңыздан табылады. Жалғыз жүрген мергендер үшін бұл ай романтикалық кездесу уақыты болуы мүмкін. Әңгімеден басталған қарапайым таныстық үлкен махаббатқа ұласуы әбден ықтимал. Жұмыс пен қаржы. Бұл айда кәсіби салада жаңа ұсыныстар түсіп, табысты келісімдер болуы мүмкін. Сіз өз қабілетіңізді көрсете алатын тамаша мүмкіндікке тап боласыз. Жоспарлар мен идеялар сәтті жүзеге асып, еңбегіңіз қаржылайда, рухани тұрғыда да бағаланады. Жаңа жобаларға қатысу сіз үшін болашақта үлкен табысқа апаратын жол болмақ. Денсаулық пен энергия. Энергияңыз молайып, белсенділік артады. Алайда шамадан тыс жүктемеден аулақ болып, өзіңізге уақыт бөлген жөн. Спортпен айналысу, таза ауада көп жүру сіздің өміріңізге қосымша қуат пен шабыт береді. Қорытынды. Қыркүйек мергендер үшін алға қарай қадам басатын, жаңа белестерді бағындыратын ай. Жүрегіңізді тыңдап, өзіңізге сенсеңіз, барлық бастамаңыз сәтті болады. Сізге сәттілік пен мол бақыт тілеймін. Тәуешкі. Құрметті тәуешкілер, қыркүйек айы сіздер үшін ерекше табысты әрі маңызды шешімдер қабылдайтын кезең болмақ. Әдетте сіздер еңбекқорлық пен табандылықтың символысыздар, ал дәл осы айда осы қасиеттеріңіз арқылы биік белестерді бағындырасыздар. Жеке өмір. Қыркүйекте отбасылық қарым-қатынас пен махаббатта тұрақтылық орнайды. Жақындарыңызға қамқорлық танытып, жылы сөздеріңізді аямасаңыз, сіздің орныңыз одан әрі қадірлі болады. Жалғыз жүрген тәуешкілер үшін тағдыр күтпеген жерден жаңа таныстық сыйлап, жүректеріңізді жылдатын романтика басталуы мүмкін. Жұмыс пен қаржы. Бұл ай сізге үлкен жетістіктер әкеледі. Еңбекқорлығыңыздың арқасында жаңа табыстарға жетіп, басшылық тарапынан қолдау табасыз. Қаржы жағынан да тұрақтылық байқалып, қосымша табыс көздері ашылуы мүмкін. Әсіресе қыркүйектің екінші жартысы сізге мол мүмкіндіктер әкеледі. Денсаулық пен энергия. Аяқталмаған істерді аяқтап, өзіңізге демалыс сыйлағаныңыз жөн. Денсаулығыңызға аса мән беріп, тамақтану мен ұйқы тәртібін сақтағаныңыз дұрыс. Жаңа спорттық әдеттер бастауға қолайлы уақыт. Қорытынды. Қыркүйек тәуешкілер үшін еңбектің жемісін көретін ай. Қандай істі қолға алсаңыз да, табандылық танытсаңыз, міндетті түрде оң нәтиже аласыз. Өміріңіз жаңа жетістіктер мен қуаныштарға толы болсын. Су құйғыш. Құрметті су құйғыштар, қыркүйек айы сіздерге тың шабыт, жаңа мүмкіндіктер мен ерекше қуаныштар сыйлайтын кезең болады.
Әдетте сіздер ой еркіндігі мен жаңашылдықты сүйесіздер, ал дәл осы айда сол қасиеттеріңіз ерекше байқалады. Махаббат пен қарым-қатынас. Жүрегіңізге жылулық беретін ерекше сәттер күтіп тұр. Отбасылы су-құйғыштар арасындағы түсіністік артып, ортақ жоспарларыңыз нығаяды. Ал жалғыз жүргендер үшін қыркүйек досынан келген таныстық арқылы жүрегін жаулап алатын жанды кездіруі ықтимал. Жұмыс пен қаржы. Бұл айда сіздің креативті ойларыңыз бен ерекше идеяларыңыз сұранысқа ие болады. Жаңа жобаларға араласуға, іскерлік таныстықтар орнатуға өте қолайлы уақыт. Қаржылық жағдайыңыз да тұрақтанады, кейбіріңізге күтпеген табыс келуі мүмкін. Денсаулық пен энергия. Энергияңыз өте жоғары болады, бірақ күн тәртібіңізді реттеп, уақытылы демалғаныңыз дұрыс. Жаңа спорт түрін бастауға, серуендеуге, табиғатта жиі болуға кеңес беріледі. Қорытынды. Қыркүйек су-құйғыштар үшін арманды жүзеге асыратын, ойларыңыз бен идеяларыңыздың шындыққа айналатын кезеңі. Тек өзіңізге сеніңіз және әр бастамаға батыл қадам жасаңыз. Балықтар. Құрметті балықтар, қыркүйек айы сіздер үшін сезімдерге, шабытқа және рухани өсуге толы болады. Әдетте сіздер жүрекке жақын дүниелерді терең қабылдайсыздар, ал дәл осы айда интуицияңыз ерекше күшейіп, сізді дұрыс жолға бағыттайды. Махаббат пен қарым-қатынас. Жалғыз жүрген балықтар жаңа таныстық арқылы жүрегін жаулап алатын жанды кездіруі мүмкін. Ал отбасылы немесе жұптағы балықтар үшін қыркүйек сүйіспеншілікті арттырып, бір-біріне жақындай түсетін ерекше кезең. Қарым-қатынастағы ұсақ-түйек кикілжіңдер артта қалады, түсіністік пен мейірім басым болады. Жұмыс пен қаржы. Сіздің шығармашылық қабілетіңіз ерекше ашылады. Өнер, музыка, жазу немесе басқа да креативті салаларда жүрген балықтар үшін бұл ай табысты болмақ. Қаржылық тұрғыда да тұрақтылық орнайды, жаңа мүмкіндіктер пайда болады. Тек шығындарыңызды жоспарлап, қажетсіз нәрсеге көп жұмсамағаныңыз дұрыс. Денсаулық пен энергия. Көңіл күйіңізге мән беріңіз. Ішкі тыныштықты сақтау үшін йога, медитация немесе табиғат аясындағы серуен сізге ерекше күш береді. Энергияңыз тұрақты болу үшін дұрыс ұйықтап, дұрыс тамақтанғаныңыз жөн. Қорытынды. Қыркүйек балықтар үшін арманды жүзеге асыратын, жүрек қалауына жақындай түсетін ай. Сіздің мейірімділігіңіз бен шынайылығыңыз айналаңыздағы адамдарға жылулық сыйлайды. Қыркүйек айына жалпы қорытынды. Құрметті жұлдыздар әлемінің тыңдаушылары, біз бір айдың басынан соңына дейін әр белгіге арналған болжамды айтып өттік. Енді осы қыркүйек айына арналған жалпы қорытындыға назар аударайық. Бұл ай көптеген жандар үшін ерекше бір бет бұрыс, жаңа мүмкіндіктер мен тағдырдың тосын сыйларына келетін кезең болғалы тұр. Жалпы атмосфера. Қыркүйек жылдың ең маңызды айларының бірі. Бұл айда адамдардың ойы жинақталып, алдағы жоспарларын нақтылауға, жаңа бастамаларға жол ашуға бейім болады. Ай басында туындаған толқыныстар ай ортасына қарай жеңілдейді, ал соңғы күндері бәрі өз орнына түсіп, үлкен тыныштық пен сенімділік сезімі келеді. Жұмыс пен мансап. Бұл айда әрбір белгіге табыс пен жаңа мүмкіндіктер қарастырылған. Кейбіреулер мансап жолында жаңа қадамдар жасайды, ал енді бірі күтпеген ұсынысқа қол жеткізеді. Қыркүйек әсіресе шығармашылық адамдар үшін шабыт пен нәтижелі кезең. Махаббат пен қарым-қатынас. Жұлдыздар айтады, бұл ай жүрек істеріне де ерекше әсер етеді. Жаңа таныстықтар, терең әңгімелер мен шынайы сезімдер пайда болады. Бұрынғы қатынастағы түсінбестіктер жойылып, жан жылуы артады. Қаржы. Айдың екінші жартысында қаржылық тұрақтылық орнайды. Көпшілігі жаңа табыс көзін ашады, кейбіреулеріне күтпеген жерден қаржылай қолдау келеді. Денсаулық пен энергия. Қыркүйек айында денсаулыққа көңіл бөлу маңызды. Энергияңыз артып, күш-қуатыңыз молаяды. Дегенмен дұрыс демалыс пен ұйқыны ұмытпау қажет. Қорытынды. Қыркүйек әркім үшін жаңа мүмкіндіктердің айы. Көптен күткен армандар орындалатын, сәттіліктің есігі ашылатын уақыт. Сіз қай белгіде туылғаныңызға қарамастан, жұлдыздар сізге күш-қуат, табыс пен шаттық сыйлайды. Әр күніңіз сәттілікке толы болсын. Ұнаса, достар, лайк басып пікір қалдырып, арнаға жазылып қоюды ұмытпаңыздар.